Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен оригинал вупи-пай тортының рецептімен бөлісемін. Бұл жолы мен шаршы пішінде жасадым. Қажетті ингредиенттердің граммы описанияда жазылып тұр. Бізге керегі бөлме температурасындағы сары май, қант, жұмыртқа және 2 Қазақстан шоколады, біреуі ганашқа, біреуі маған бисквитқа қажет. Және қант, какао, қопсытқыш және ұн қажет. Ең алдымен Қазақстан шоколадын жақсылап осылай майдалап, бетіне сары майымызды қосып, водяной баняда ертіп аламыз. Немесе микроволновкада да ертуге болады. Келесі кезек ол құрғақ ингредиенттер, бәрін бірге біріктіруіміз қажет. Ұнымызды міндетті түрде електен өткіземіз. Оған електен өткізілген какаоны қосып, және қопсытқышымызды қосып араластырамыз. Бәрін біріктіруіміз қажет. Араластырып болып болғаннан кейін шетке қойып қоямыз. Және бөлме температурасындағы 5 жұмыртқаға шым-шым тұз қосып, қанытымызды қосып, жақсылап ағарғанша миксерлейміз. Егер де сіздер пирожный, торт пісіретін болсаңыздар, міндетті түрде жұмыртқаларыңыз бөлме температурасында болғаны дұрыс. Міне жұмыртқамыз ағарды. Енді жаңағы ерген сары майымызбен шоколадымызды бетіне осылай құямыз. Кішкене араластырып жібереміз. Ал енді келесі кезекте құрғақ ингредиенттерімізді қосамыз. Бәрін бірден қосуға болмайды. Желательно 3-ке бөліп, шетінен қоса отырып араластырасыздар. Бізде бір келкі қою масса шығу қажет. Дәл осы массадан сіздер егер домалақ пішінде жасайтын болсаңыздар, 26 диаметрде де 4 корж шығады. Менде 22 сантиметрлік шаршы 4 корж шықты. Осылай пергамент қағазын қиып алдым. Енді 4 бұрышты формада қамырымызды жайып шығамыз. Қағазға сіздер алдын ала сызып қойсаңыздар болады. Формаңызды жасап. Мен күнделікті жасап жүргеннен кейін көз мөлшерімен осылай істей беремін. Өйткені жиі жасайтын торттарымның бірі отбасым жақсы көреді. Міне осылай палеткамен жағып шығамыз. Сіздер қамырды алдын ала 4-ке бөліп те қойсаңыздар болады. Енді 200 градуста 5 минуттан пісіріп аламын. Сіздер өздеріңіздің духовкаларыңызға ориентир жасаңыздар. Әр духовка әр түрлі пісіреді. Және духовкаға салып қойғаннан кейін бір коржды келесін жасай беремін. Өйткені тез піседі. Піскенін байқау үшін бір спичканың дәнін батырып көрсеңіздер болады. Егер дән құрғақ болып шықса, демек бисквит пісті деген сөз. Міне осылай 22 сантиметрден бірдей етіп кесіп шығамын. Және менде соңында кішкене қамыр қалды. Одан вупи-пай печеньесін жасаймын. Маған әсемдік үшін қажет. Ал енді кремімізді дайындауға кірісеміз. Менде 350 грамм творожный сыр, оған қант ұнтағымды қосып, осылай біріктіремін. Енді 500 грамм клейді қосып, кремім тұрақты болғанша жақсылап миксерлеймін. Міне крем тұрақталды. Ал енді тортты жинақтауға кірісемін. Енді кремді осылай кондитерлік мешокқа салып аламын жартысын. Басына вупи-пай тортының насаткасын салдым. Мейлінше арасына ауа өтпейтіндей етіп, тығыздап кремді салу керек мешокқа. Тортымызды жинақтаймыз. Осылай алдымен бірінші шетіне кремді жағып шығамыз. Креміміз тұрақты, ағып кетпейді. Сол үшін алдында кремді дұрыс жасап алу қажет.
Осы тортты жасап жатқан кезде кілегейлеріңіз бен венчиктарыңызды морозилкаға салып қойсаңыздар болады 20 минутқа. Ал енді ортасына кремімізді жағып шығамыз. Кезегімен осылай қайталап шығасыздар. Әр корж, одан кейін крем, корж, одан кейін крем. Қалған кремді осылай выпипай печеньесіне жағып шығамын. Бетіне әсемдік үшін қажет. Тортымды холодильникке қойып қойдым бір 10 минутқа. Енді алып, жаңағы ганашымызды бетіне құйып шығамыз. Бір Қазақстан шоколадына мен бір 40 граммдай сары майды қосып, водяной баняда ертіп алдым. Сары майдың орнына қоюланған кілегей де қоссаңыз болады. Міне осылай жақсылап бір келкі етіп палеткамен жағып шығамыз ганашты. Енді холодильникке тағы бір жарты сағат 20 минутқа қойып қоямыз. Біздің ганашымыз кішкене қатуы қажет. Одан кейін бетін әсемдейміз. Бетін әсемдеп шығамыз. Ол әсемдеу ол өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты. Мен жемістермен, кішкене қалған креммен, выпипай печеньесімен әсемдеп шықтым. Достар, видео ұнады деген ойдамын. Рецепті жазып алыңыздар. Осы рецептпен жасаңыздар, сіздерде де сәтті өте дәмді болып шығады. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Сіздермен болған Сана Сұлтан каналы. Көріскенше достар.